Ассалаумағалейкум достар, тағы да 14 сұраққа жеттік. Ордасы Чигу немесе Чигучен қаласы болған мемлекет. Енді төменде көрсетілген мемлекеттер Қазақстан жерінде өмір сүрген мемлекеттер, қағанаттар деген секілді. Бірінші жауапқа тоқталайық. Үйсін мемлекеті. Жалпы енді мен қысқаша былай түсіндіргім келіп тұр сіздерге. Міне мынау Қазақстан тарихы, Қазақстан тарихын қарайтын болсаңыздар бірнеше топтарға бөлген. Ежелгі Қазақстан тарихы. Оған тас дәуірі, қола дәуірі, темір дәуірін жатқызған. Темір дәуірінің ішіндегі сақтар, үйсіндер, ханлылар, ғұндар деп бөліп көрсетілген. Бұл ежелгі Қазақстан тарихы. Одан кейін орта ғасырды бөлген, яғни біздер білеміз, орта ғасыр негізгі үшке бөлінеді, ерте, дамыған, кейінгі деп. Міне, бұл орта ғасыр қараңыздар, Қазақстан тарихын үшке бөліп тұр. Ежелгі, орта, жалпы қазіргі уақытта шартты түрде төртке бөлінеді. Енді ежелгі, орта, қазіргі жаңа заман, қателеспесем, енді қараңыздар. Ежелгі Қазақстанда қандай дүниелерді қарастырамыз, яғни 6-шы сыныптарда, 7-ші сыныптарда ежелгі Қазақстан тарихын оқимыз, толыққанды. Одан кейін 8-ші сыныптарда Қазақстан ерте орта ғасырларын оқимыз. Түрік қағанаты, батыс түрік, шығыс түрік, түргеш, қарлұқ, қимақ, оғыз мемлекеттері. Одан кейін дамыған орта ғасырларда уже Қазақстан жерін ислам діні жетіп, жаңадан бір дүниелер қалыптасып жатқан уақыт, Ол Қарахан мемлекеті, Қарақытай мемлекеті, Қыпшақ, Моңғол, Жошы империясы, Шағатай қағанаты, Орда ежен ұлысы, Шайбани ұлысы, Ақ Орда, Көк Орда, Әбілқайыр, Ноғай ордасы, Моғолстан, Ташкент хандығы, яғни бұлардың бәрі қазақ хандығы құрылғанға дейінгі жүрген уақыт, Ама орта ғасырлардан кейінгі екінші бөлігі ол қазақ хандығының дәуірі. Міне, қазақ хандығы, ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз деген секілді. Одан кейін Ресей империясының құрамында болған кезеңіміз, Бөкей ордасында, одан кейін КСРО құрылған кездегі біздің мемлекеттеріміз, алдында сабақтарда айттық қой тоже, мысалы, Түркістан автономиясы, Қоқан автономиясы, Алаш автономиясы, Қырғыз АКСР, Қазақ АКСР. Одан кейін атауымыз 36-шы жылы Қазақ КСР өзгерді, 91-ші жылға дейін Қазақ КСР аталды. Одан кейін 91-ші жылы тәуелсіз Қазақстан Республикасы аталды. Жақсы, кішкене сұрақтан ауып кеттік, бірақ сонда да бұл өздеріңізге белгілі мәлімет болу үшін түсіндіріп жатқаным ғой. Енді кеттік. Үйсін мемлекеті, мына енді жалпы Яңгекен, то есть Чигучен қаласы, яғни қай мемлекеттің астанасы деп сұрады. Үйсін мемлекеттің астанасы Ыстықкөл жағалауындағы Чигучен қаласы болды дейді. Демек, уже дұрыс жауап таптық, Чигу немесе Чигучен. Кеттік. Оғыз мемлекетін қарастырайық. Оғыз мемлекетінің астанасы, Яңгекент қаласы, Оғыз мемлекетінің астанасы Яңгекент, Яңгекент деп жазыңыздар. Қимақ мемлекетінде, Қимақ қағанаты, Қимақ қағанатына Имақ, негізі, бірақ мына жерде жазылмаған екен. Негізгі жазылып қойған мәліметі астанасы ертістің орталығында болған деп көрсетілген. Бірақ картада да ешқандай не деп бермеген, бірақ астанасы не? Қарайтын болсаңыздар, міне Имақ қаласы, Жақсы. Қимақ қағанатынікі Имақ, Қарлұқ мемлекеті, Қарлұқ қағанаты, то есть Қарлұқ қағанатының орталығы Суяб пен Талас, яғни осы екі қаланың араларында қолбасшылар мекендеген, бірақ Суяб негізгі астанасы болып есептелген, Одан кейін қанлылар. Қанлылардың астанасы Битян қаласы болды дейді. Демек, жауапты таси берейік. Қанлы, Битян, Қарлұқ, Суяб, Қимақ, Имақ, Оғыз, Яңгекент, Үйсін, Чигу қалалары. Жақсы. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар. Жалпы бүгінге сіздерге айтатын, бөлісетін негізгі мәліметтерім осы. Алдағы уақытта жеке мемлекетке қатысты сұрақтар болса, жеке пайда құрылған уақытта, кім құрды, қалай ыдырап кетті, нені себептер дейтін сұрақтарға жеке талдап тоқталатын боламыз. Себебі әр мемлекетке қазір тоқталғанымызда уақытты көп құртамыз. Демек, қазір негізгі біліп қалған мәліметтеріміз қағанат немесе мемлекеттің астанасы, негізгі осы мәселелерді жазып алыңыздар.